Ассаламалейкум ардақты ағайын, хабар арнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмешанов. Алда көретіндеріңіз. Шучинскіде әскерлер арасында қысқы спартакиада өтуде. Сарбаздар 3 күн бойы кіртасын көтеруден, қол күресінен президенттік көп сайыстан және шаңғыдан сынға түсуде. Бар назары Грекияға ауған Еуроодақтың қазіргі тағы бір мүшесі тұрақсыз күй кешуде. Португалияның мемлекеттік қарызы ішкі жалпы өнімі қатынасында 124%-ға жеткен. Аргентинадағы Санта-Фе қаласының тұрғындары су тасқынынан зардап шегіп жатыр. Табиғи апаттан 9 адам қаза тапты. Алматылық ғалымдар мен өнер адамдары Нұрсұлтан Назарбаевтан алдағы президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынуды сұрайды. Олар мемлекет басшысы жүргізіп отырған саясаттың айналасында шоғырлану елдің әрі қарай жүйелі дамуы мен азаматтардың бақуатты болудың кепілі болып саналатынына сенімді екенін айтады. Біздің бірінші президентіміз анау 90-шы жылдардағы болған дағдарыс бар, кейінгі бүгінгі күндері болып жатқан қазіргі геополитикалық жағдайлар, мынау әлемдегі осы жағдайлардың бәрінде де мынау көп уақытта осындай жаңа жұмыстардың басқасында болып тәжірибе жинаған адам. Осы біздің жағдайымызда осындай дағдарыстар болған сәтте елімізді сол дағдарыстардан сәт шығаруға мүмкіндік туғызатын бірден бір кандидатура осы біздің президент деп ойлаймын. Сондықтан да Нұрсұлтан Әбішұлының осы президенттік сайлауға өз кандидатурасын ұсынуын біздер толықтай қолдап және сұранамыз. Мен қазақ сахнагерлерінің атынан, Мұхтар Әуезов театрының ұжымының атынан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының өзінің жаңадан болатынына кезектен тыс сайлауда өзінің кандидатурасын ұсынғанын қалар едім және сұрар едім. Өйткені біз шығармашылықпен айналысқымыз келеді, өнерді өркендеткіміз келеді. Осындай тату-тәтті күнде қазақтың рухын, рухани мәдениетін ары дамытқымыз келеді. Осы үшін бізге тыныштық, бізге татулық, бізге осындай өркендеу қажет. Ақтөбедегі Батыс Қазақстан медицина университетінің ұжымы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың президент сайлауына қатысуын сұрайды. Соңғы жылдары өңірде медицина саласына көп көңіл бөлінуде. Жаңа ауруханалар бой көтеріп, заманауи қондырғылармен жабдықталып, емдеудің озық тәсілдері енгізіле бастады. Ал адам жанның арашасы болатын болашақ дәрігерлер даярлайтын оқу орнында бүгінде 7000-ға тарта студент білім алуда. Оқу ордасына қарасты медицина орталығы жұмыс жасап тұр. Жас мамандар болашақ бағдарламасымен жыл сайын шетелдің озық клиникаларын болып тәжірибе алмаса. Нәтижесінде өңірде жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесі және обыр ауруларына қарсы жаңа тәсілдер тиімді енгізіліп келеді. Мемлекет тарапынан білім алып, ізденем деген маманға жол ашық, барлық қолдау қарастырылған. Халықаралық қауымдастық мойындаған көшбасшы ретінде тұрақтылық пен ертеңгі күнге деген сенімді тек сіздің атыңызбен байланыстырамыз дейді олар. Біздің медицина саласына келетін болсақ, денсаулық саласындағы жетістіктерін Нұрсұлтан Әбішұлының атыменен байланыстырамыз. Ол біздің мемлекетімізді бейбітшілік бастамалары менен дүниежүзіне танытып, біздің халқымызды құрметке бөледі. Бүгінгі дамыған еліміздің өркендеуін тек қана сіздің атыңызбен Нұрсұлтан Әбішұлы байланыстырамыз. Сондықтан сізден өтінетініміз сайлауға өз кандидатураңызды ұсыныңыз. Все международные достижения нашей страны. Мемлекетіміздің өркендеуі, азаматтардың әлеуметтік жағдайының жақсаруы, бейбітшілік пен келісім, ертеңгі күнге деген сенім, осының бәрі елбасының есімімен тікелей байланысты деп ойлаймыз. Сондықтан біздің ұжым Нұрсұлтан Назарбаевтың президент сайлауына қатысуын сұрайды. Бұл еліміздің кемел келешегі үшін керек. Бар назары Грекияға ауған Еуроодақтың қазір тағы бір мүшесі тұрақсыз күй кешуде. Қаржылық жағдайы солқылдақ. Португалияның мемлекеттік қарызы ішкі жалпы өнімі қатынасында 124%-ға жеткен. Ал біріктірме есеп бойынша бұл көрсеткіш 381%-ға дейін шарықтап кеткен. Сөйтіп 286%-ық қарызы бар Грекияның алдын орап тұр. Бір қызығы ресми Афинадағы дағдарыс сыртқы қарыз міндеттемелеріне ғана байланысты. Ал Лиссабонның жағдайы ел экономикасының барлық салаларының тұрақсыз болуының кесірінен мүшкіл болып тұр. Аргентинадағы Санта-Фе қаласының тұрғындары су тасқынынан зардап шегіп жатыр. Табиғи апаттан 9 адам қаза тапты. Аймақта көлік қозғалысы қиындап, мектептер уақытша жабылып қалды. Бұған мұғалімдер қауымы наразылығын білдіруде. Жұрт жұмысына жете алмай әбден әлекке түсуде. Көптеген тұрғындар өзге жерге көшуге мәжбүр. Құтқарушылар ондаған отбасын уақытша баспанаға эвакуациялауға кірісті. Кейбір тұрғындар үйлерін тастағысы келмей су басып қалған заттарын жинастырып жатыр. Ал мамандар апаттан келген шығынды есептеуге кірісті.
Қазақстан Халқы Ассамблеясы 20 ізгі іс эстафетасының символы Тайқазан Өскеменнен Алматыға аттанды. Республикалық акцияда түрлі қайырымдылық шаралар, достық дастарханы, ұлы отан соғыс ардагерлеріне материалдық көмек көрсету, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына қол ұшын созу сынды 20 қайырымды іс жасалды. Сондай аймақ жұртшылығының барша Қазақстан халқына арнаған ақ тілектері жүрекшілерге жазылып, Тайқазан ішіне салынды. Достық пен татулықты ту еткен өңір халқы аталмыш шараға бір кісідей атсалысты. Бірліктің символына айналған Тайқазан Алматыға жол тартты. Тайқазан деген ұғым достықты, бірлістігі, байлықты білдіреді. Ал облыстық достық үйі барлық этно бірлестіктері осы 20 ізгі іс бойынша осы Тайқазанға салып Алматыға жіберген жатыр. Ол мысалы әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына бірдей қолдау көрсетуге, одан неше түрлі бағдарламалар, концерттер беріп жатырмыз. Продуктовый корзина, сол бәрі сол 20 ізгі ісқа кіреді. Ал ол біздің бірінен күшімізді, достығымызды көрсетеді. Щучинскіде әскерлер арасында 3-ші қысқа Спартакиада өтуде. Ұлы отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығын арналған жарысқа әскери оқу орындарынан курсанттар қатысуда. Сарбаздар 3 күн бойы кір-тасын көтеруден, қол күресінен, президенттік көп сайыстан және шаңғыдан сынға түсуде. Бокс бәсекесі де бағдарламада бар. 2 жылдан бір өтетін Спартакиадаға 8 командадан жиыны 135 спортшы келіпті. Биыл ойындарға құрлық әскерлері институты мен әуе қорғанысы, ұлттық гвардия, радиоэлектроника мен байланыс, ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы және ішкі істер министрлігі секілді күштік құрылымдар да қатысып жатыр. Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асырудағы жастардың рөлі сырбойлық өрендер осы тақырып аясында пікір таластырды. Дебат ойындарына ойытқы болған Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты және Қызылорда ақиқат айнасы қоғамдық бірлестігі. Ой-додаға облыс көлемінде үздік деп танылған 4 фракция қатысты. Патриоттық рух, отбасылық құндылықтар жайы жастар назарынан тыс қалмады. Сондай-ақ кадр саясатына қатысты әр тарап өз ұстанымдарын білдірді. Болашақ әр маман еңбек ресурсы, адам потенциалы екенін еске салған олар мамандық таңдау жайына мектеп қабырғасында айрықша маңыз берілу қажеттігін алға тартты. Біздің оқушыларымыз бүгіннен бастап дұрыс мамандықты таңдау және де оған деген мемлекетімізге және біздің қоғамымызға деген жасай алатын пайдаларын алдын ала сараптап, ойланып барып, талқыға салып, және де дұрыс оң шешімін қабылдау керек. Сондықтан да бұндай алаңдардың, бұндай ой алаңдарының пайдасы зор деп ойлаймын. Қандай қиыншылықтар болмасын, елде қандай мәселелер болмасын, жастар біріге отыра шешуіне сол мәселенің өз үлесін қосады деген сенімдеміз. Қазақ хандығының 550 ұлы жеңістің 70 жылдығына орай парламент мәжілісінің депутаты ауған соғыс ардагерлер қауымдастығының төрағасы Бақытбек Смағұлдың отан үшін қаныңды төксең де арыңды төкпе тақырыбымен жаңа деректі кітаптарының тұсаукесері өтті. Отан үшін от кешкен бағдарламасының берлігін дәріптеуге арналған қаһарман, қазақтың қара майоры, орысша король Паншера және оқ пен отан кітаптары қалың оқырманға жол тартты. Қаһарман атты алғашқы кітабы атаңызға айналған батыр Бауыржан Момышұлына арналған. Ал қазақтың қара майоры және король Паншера кітаптары ауған соғысының дарынды қолбасшысы дарабоз тұлға елім дегенде өзегін жұлып беретін азамат Борис Керімбаевтың ерен ерлігі мен еңселі еңбегінің сыр шертеді. Соңғы оқ пен отан кітабы елімізден өткен тарихына терең бойлау арқылы бүгінгі және келешектегі кемел өңірдің мәні мен мәңгілік ел жолында ұлттық құндылықтарды ардақтауға, ынтымақ бірлік сақтауға үндейді. Шараға парламент депутаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар және ауған соғысының ардагерлері қатысты. Бұл шынына да көптен бергі келе жатқан осы жастарымыздың тәуелсіз сана қалыптастыру үшін бұрынғы ерлеріміздің бүгінгі ерліктерін елдікке байланыстырып, тілекке тілек, жүрекке жүрек қосып, бір шаңырақтың астында ұйыған қатықтай кәдімгі ұйымшылдығымен бірлескен ағаларымыздың ерлігін жастардың ойына беретін, түйіндейтін үлкен бір шараға бүкіл халық қалаулыларымен бірге аты аңызға айналған қазақтың қара майоры Борис Керімбаевтың өзі келіп отыр. Ол маған керек жоқ, қара майор деген кім екен, бар ма екен, жоқ екен. Бұл кітаптары жазғаны бәрі біздердің ұрпақтарымызға керек. Мына жас балаларымызға олар үйрену керек, жүру керек. Сонда
сол Афган соғысын айтса, ол әңгіме бітпейді. Оны ертеңнен бастап түн бойы айта береміз. Бірақ оның бәрін айтып не оны кітапта жазылып тұр. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында көктем гүлінде құлпырған ұстаз аруларды Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ерлер қауымы құттықтады. Университет ректоры Ерлан Бәтташұлының ыстық ықыласына бөленгендері арнайы алғыс хатпен марапатталды. Шәкірт жүрегіне жол таба білген мұндағы ұстанымы биік ұстаздар білім мен тәрбиені егіз ұғымға балайды. Мерекелік кеш соңы Кәусар мәдени танымдық бірлестігінің концертіне ұласты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Кенжеғали Мыржықбай көктем әуендерін нәзік жандылардың құрметіне шырқады. Әрбір салада біздің жетістігімізде әйелдердің орны ерекше. Бұл ғылым болсын, білім болсын, техникалық сала болсын, әйтеуір әрбір жерде біз әйелсіз жасай алмаймыз. Әзірге осы келесі жаңалықтар топтамасы сағат 13:00-де.